Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен 6 айлық сәбидің дамуымен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, қоңыраушаны басып, маған қолдау білдіріп, жазылып алыңыз. Міне, сіздің сәбиіңізге 6 ай толды. Осы айда сәбиіңіз қалай дамиды? Бірге тамашалайық. Аяулыда ардақты аналар, сәбиіңіздің салмағы туылған сәтінен 4 килограмм өсті. Бойының ұзындығы 15 сантиметр биіктеді. Балаңыз енді жақындарын танып, сырттан келген адамдарды жатырқайды. Тіпті сіздің сөйлеген сөзіңіздің ырғағын, қабағыңызды, дауыс мәнеріңізді түсінеді. Егер дауыстап, зекіп тастасаңыз, сәбиіңіз қорқып жылайды. Еркелетіп сөйлесеңіз, назар аударып тыңдайды. Рахмет айтып, жымияды. Сәбиді тұзды суға шомылдырып тұруды ұмытпаңыз. Себебі тұзды су терідегі жүйке жүйесінің, қан тамырлардың жұмысын жақсартады. Қосымша тамақты әлі енгізбесеңіз, осы кез оны енгізуге ең ыңғайлы кезең. Сәбиіңіз мазасызданып, аузына су ағып, тапқан затын аузына салады. Құттықтаймын, сәбиіңіздің алғашқы тістерінің шығуына санаулы уақыттар қалды. Балаңыздың қолтығынан ұстасаңыз, сәби тік тұрып, аяғын кезекпен алға басады. Баланың өз еркімен отырғаны дұрыс. Ерте отырғызамын деп, айналасына жастық қойып жүрмеңіз. Кей балалар отырмай еңбектеп кетеді. Әр бала өзінше ерекше, кейінірек отыруы мүмкін. Ал еңбектеуді өзіңіз үйретіңіз. Ол үшін етбетімен жатқызып, алдына ойыншық қойыңыз. Ойыншыққа ұмтылғанда алақаныңызды астына жинап алған аяқтарына тосыңыз. Зейінін арттыру үшін оған бір ойыншықты алып, оның атын бірнеше рет қайталап, көп ойыншықтардың арасына қойыңыз. Ойыншықтың атын қайтадан айтыңыз. Сәбиіңіз оны көзімен іздеп табатын болады. Тағы бір жаттығу, серуен дегенде жануарларды көрсету арқылы итті ав-ав, мысықты мяу-мяу деп буындап айтыңыз. Сәби жануарды іздей бастайды.